Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге польшалық туынды Емші атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік ендеше. Фильмнің басы жүрекке ота жасап жатқан дәрігерлерден бастау алып, профессор Рафул көмекшілермен сәтті аяқтайды. Профессордың беделді өз ісінің мықты маманы екені сезіледі. Үйленгендеріне 8 жыл толуына байланысты гүлімен сыйлығын алып, зәулім болған үйіне жетеді. Сыйлықпен әйелін қуандырамын деп оны таппайды. Үй қызметшілеріне хат қалдырыпты. Сөйтсе әйелі басқа біреуге ғашық боп, қызын алып соған кеткенін жазған екен. Шок болған Рафул ішіндегі күйігін басу үшін көшедегі бір кісімен кафеде ішімдік ішіп мас болады. Төлеп кететін кезде оның ақшасы көп екенін шеттегі еркектер байқап, масайған Рафулды қайда апару керек деп алдап атарбаға отырғызады. Сөйтіп айдалада қоқыс арасында оянады. Яғни оны түндегі адамдар тонап, ұрып қоқысқа лақтырып кетіпті. Арадан жылдар өтіп, полиция бір кісіні ұстап әкеледі. Сөйтсе ол Рафул екен, сақал мен шашы өсіп, түрінің жаман болып қалғанын көреміз. Ол қоқыстан оянғанда соққыдан есін жоғалтқанын түсінеміз. Құжаты жоқ деп әкелген полициямен сөйлесіп, қаңғырғаны үшін ұсталыпты. Өзінің атында білмейтін Рафул жалынып, ешкімге зияным жоқ деп жіберуін сұрайды. Құжат толтыратын жерге жіберіп, Рафул білдірмей әдейі қалпағын қойып, бір қағазды ұрлап алады. Түрмеде отқанда ұрлаған құжатта Антони Касиба деген есімді оқып, қалтасына бүктеп салып, Антони атанады. Ал мына жақта орынбасары мен басқа дәрігерлер жоғалып оралмаған, өлді деп ойлаған олар оған арнап ескерткішпен есімін емханаға беріп еске алады. Сонымен Рафул Антони атанып, беделді дәрігер, дәулетті болған кісі бір мезетте отбасынан, бар нәрсесінен, тіпті өзінің есімінен айырылып қалып, қаңғыбасқа айналып шықты. Осылай жұмыс іздеп бір ауылға кеп, аулада отқан Прокоп дейтін кісімен амандасып жұмыс сұрайды. Осы жерде Антони 15 жыл бойы сабылып, әркімде жұмыс істеп қаңғырып жүргенін естиміз. Диірменде маған жас әрі күшті адам керек дегенде Антони аулада жатқан диірмен тасын көтеріп, өз күшін көрсетіп таң қалдырады. Сөйтіп оны жұмысқа алып, тамақ беріп, өмірдің түрлі қиындықтарынан өткен Антонидің түрінен оның өте сабырлы, байсалды, салмақты екені көрінеді. Тамақтанып боп, жүре алмайтын Прокоптың баласы Васильді көтеріп бөлмесіне кіргізеді. Сонымен диірменде жұмыс істеп жүреді. Ал Антониге екінші жұмысшы осында 6 жылдан бері істеп жүргенін Прокоп өз ағасын сатып, дүниесін иемденіпті, ағасы сол үшін балаларын қарғап жіберіпті деген сыбыспен бөліседі. Бір күні Василь мүгетектігіне жүре алмайтынына шыдамай жылап жатқанда, Антони кеп неге жылап жатқанын білгісі келеді. Мен өзіммен бірдеңе істеп қоямын деп өзін өлтіруді ойлап жатқанын айтады. Әкем көкемнің үлесін тартып алды. Әкемнің күнәсін мен төлеуім керек па деп өзегі өртенген жігіт аяғын ашып көрсетеді. Аяқтарын көрген Антони, бұрын дәрігер болған ол, дәрігерлік қасиетінің барын түсінгендей, оның аяқтарын ұстап көріп, қашан болды, дәрігер не істеді деп сұрастырады. 5 ай болды, дәрігер таяқтарды байлап, ақыры емдей алмағанын айтып береді. Соны естіген Антони, саусақтарыңды қимылдатшы, табаныңды қимылдат дейді. Ауырып жатыр дегенде, ауырса онда жақсы, сенің сүйектерің дұрыс бітпеген, оны қайта сындырып, тағы бір ота жасау керек дегенде Василь, сен оны қайдан білесің деп таңғалады. Өзі де қайдан білетінін түсінбеген Антони, жай білемін болды деп жауап қайырып, отаны өзі жасайтынын айтады. Сөйтіп әкесіне өзінің ойын жеткізгенде, бұл саған қап тасу емес, оған арнайы білім керек деп ота жасауына қарсы болады. Ол өзін өлтірмекші, диірменді де қалдыратын адамың болады деп отаға келіскенін қалайды. Сен шынымен жасай аласың ба десе, иә дейді. Антони өзінің кім екенін ұмытса да, дәрігерлік, хирургтік білімін ұмытпағанын, миында сақталғанын түсінеміз. Ақыры әкесін отаға көндіреді. Ауыл ішіндегі бір дүкенге кіріп, сатушымен амандасып, қызды бір жерден көргенде есіне түсіре алмай ойланып қарап қалады. Сатушы Марисия не керектігін сұрап алып, жіпті береді. Отаға дайындалып, қимылдап кетпеу үшін Васильдің қол-аяқтарын байлап, медициналық емес кәдімгі тұрмыстық құрал-саймандарды суға қайнатып, жайып қояды. Ағаш қасықты тістетіп, қолдарын спиртпен жуып тазалап, отаға кіріседі.
Ал туыстары Құдайға жалынып жалбарынып отырады. Ота аяқталып, талып қалған Василь есін жияды. Соны көрген әкесі тірі деп қуанады. Ал мына жақта сатушы Марися графтың баласы, яғни Ақсүйек Лешекпен кездесіп сөйлесіп жүреді. Дүкенге қарама-қарсы орналасқан кафеде даяшы Зенек атты жігіт қызы ұнатып, дүкен сыртынан көзін салып қарап тұрады. Лешек келгенде қызғанып ештеңе істей алмайды. Марися мен Лешек екеуі әңгімелесіп, әлемді кезген жігіттен қызықты оқиғаларды айтып беруін сұрайды. Осылай олар бір-бірін сүйіп, көңілдерін көтереді. Аймақтағы жалғыз күйеу жігіт мен қатар тізілген қыздар деген секілді өзін мақтайды әңгімесін айтып жатқанда, Марися қызғанды ма, әңгімесі ұнамай қалды ма, әйтеуір тағы не қалайсыз, мен едені сыпырамын деп оның кеткенін қалайды. Түсінбеген жігіт ренжіп шығып кетеді. Василь орнынан тұрып балдақпен жүре бастағанын көреміз. Балдағын тастатқызып жүргізеді. Қорыққан жігіт ауырсынып, тәлтіректеп, ақырындап қадам басады. Лешек мотоциклмен көшемен келе жатады. Дауысты естіп, маған келеді деп ойлаған Марися қуанып тұрғанда, жігіт ары қарай дырылдатып өтіп кетеді. Неге ренжіттім дегенде қыздың көңілі босайды. Жігіттің кірмегенін көрген Зенек риза боп киініп Марисяға келіп, оны саябаққа серуенге шақырады. Екеуі қайықпен жүзіп, Зенек оған әкем сіздің қамқоршыңызға барып, қолыңызды сұраса деп, қызға үйленгісі келетінін жеткізеді. Қамқоршысы дегеніне қарағанда Марися жетім екенін түсінеміз. Бірақ қыз мен сізді жақсы көрмеймін деп оған тұрмысқа шықпайтынын анық білдіреді. Сонымен уақыт өтіп, жазылып қалған Васильді көтеріп кеп туыстарының алдында жүргізеді. Ата-анасына жүріп жақындағанда, анасы таң қалып, аяқтарын ұстап көріп, қуанып құшақтайды. Бәрі сауыққанына шынайы қуанып, көз жастарына ерік береді. Прокоп алғыс ретінде жинап қойған алтын тиындарын ұсынады. Алайда Антони жынды болғансың ба, мен ақша үшін істеген жоқпын, баланы аядым деп алуға қарсы болады. Ақыры алмаған соң Прокоп онда бізбен туыстай өмір сүр деп сұрайды. Ешкім жоқ, Антони туыстарым пайда болды дегенде қуана келісіп құшақтайды. Күндері өтіп, Антони отадан кейін атақты емшіге айналып шығады. Дүкенде шылымын алғанда, қатты жауған жаңбырдың біткенін күтіп отқанда, Марися бір әуенді әндетіп аңылдай бастайды. Соны құлағы шалған Антони бір жерден естігендей ойланып, қызға қарап қалады. Неге қарап қалдыңыз деген қызға, мен музыканы бір жерден естіген сияқтымын дейді. Марися бұл ән бұрындары әйгілі болған деп анасы жиі айтып беретінін жеткізеді. Сіз дүкен иесінің қызы емессіз ба десе, жоқ, мен тек сатушы ғанамын деп жауап қайырады. Ата-анасын сұрап, анасы бала кезінде тұмаудан қайтыс болғанын, әкесі одан ертеректе көз жұмғанын, әкесі есінде еместігін, туыстары жоқтығын айтып береді. Сөйтіп белгілі емші болған Антонидің үйіне халық жиналып кезегін күтіп отырады. Миындағы медициналық білімін адамдарды емдеуге жұмсап, өз нұсқаулықтарын беріп, тегін емдеп жүреді. Сол кезде жергілікті дәрігер Павлицкий емшіні естіп, арнайы білімі жоқ, оған қоса мұндай таза емес жерде адамдарды улап, неге айналысып жатырсыз деп қарсылығын білдіріп, доғаруын талап етеді. Болмаса түрмеге қамататынын айтып ескертеді. Сабырлы болған Антони, мен ешкімге жамандық жасамадым, түрмеде де адамдар өмір сүріп жатыр деп, онда түсуден қорықпайтынын білдіргендей болады. Ашуланып шыққан докторда Василь кездестіріп, сіз маған жүре алмайсың деп едіңіз, Антони емдеді, мә саған дегенде алдында билеп қимылдайды. Дәрігер құттықтаймын дегеннен басқа ештеңе айта алмай кетіп қалады. Жақсы тәрбиеленген граф Лешек қыздан кешірім сұрауға келіп, оны ұмыта алмай жатқандығын айтады. Қыздың да жақсы көретінін білеміз, бірақ халық арасында сөз тарауда, екеуінің деңгейі бір-біріне сай емес, яғни қыз әрі жетім, әрі кедей, ал Лешек граф. Жігіттің ата-анасы қарсы болатынын білетін Марися қанша жақсы көрсе де онымен кездесуді доғаруын қалайды. Марися саябақта қыдырып жүргенде Зенек жолдастарымен оны кездестіріп, дүкенде граф екеуіңізге диван жетіспейді деп тиісіп үстінен күле бастайды. Қыз біртүрлі болып қалады. Сол кезде Лешек жексұрын деп тоқтатып, оның қолын бұрап, қыздан кешірім сұратады. Сонда Марися болған жағдайдан кейін ар-намысы үшін уайымдаған ол өзін жаман сезініп, графпен кездесіп жүргендері жаман өсекке айналып бара жатқандығы қынжылтып, бірдеңе боларын сезіп едім, кездеспей-ақ қояйық деп едім ғой деп Лешекке келмеуін айтады. Жігіттің де ата-анасына Марисяға барып жүргендігі жайлы хабар жетіп, екеуі бір сөзбен айтқанда онымен кездескенін қаламайды. Әсіресе анасы қарсы болып, қайдағы бір қыз үшін төбелесіп жүрсің деп, графтардың ережесіне, деңгейіне сәйкес емес деп, қарапайым адамдарды өздерінен төмен санап, менсінбей отырады.
Қызды ұмыту үшін баласын Варшаваға жіберетінін жеткізеді. Ал мына жақта Марисяның көңілі болмайды. Себебі ол жайында өсектер тарап, дүкен иесінде қызға қарсы қойып жатыр екен. Антони мән берме, адамдардың тілін байлай алмайсың деп қыздың көңілін аулауға тырысады. Лешектің болса бар ойы қызда боп, оны ұмыта алмай, ақыры Марисяға оралып, өзінің махаббаты үшін графтық беделіне қарсы кеп, бірден маған тұрмысқа шығуға келсесің бе деп сұрайды. Осы сөзді күткен қыздың көздері жасаурап, ата-анаңшы қарсы болады ғой деп бәрібір қорқады. Егер иә десең, бүгін барып оларға айтамын, мен инженермін, не қылса оларсыз өмір сүреміз дейді. Бір-бірін қатты жақсы көретін жастар тұрмыс құрып бірге болуды шешеді. Енді дүкенде істемейсің деп қызды ертіп кетеді. Оларды көрген Зенек мас болған ол бөтелкесін ұстап арттарынан аттанады. Бақыттан бастары айналған екеуі мотоциклмен серуенге келеді. Ал Зенек бір көпірге жетіп, оларды сонда күтіп отырады. Лешек қыздың қолына жүзік тағып, енді менің келіншегімсің дегенде қыздың қуанышында шек болмайды. Кеш бата серуеннен қайтып жатқанда арағын тауысқан Зенек көпір алдына ағаштарды қойып, жолды бөгеп тығылып қалады. Марисяның басы тасқа тиіп, екеуі де ессіз жатады. Оларды көрген Зенек не істеп қойдым деп, бірден Антонилерге жетіп, шырылдап көмек сұрайды. Ат арбамен әкеліп, Антони оларды бір қарап шығып, жағдайдың ауыр екенін түсініп, жалғыз істей алмаймын деп дәрігерге жібереді. Сонымен дәрігер де, графтар да жетіп, Лешектің анасы не болды деп уайымдайды. Сөйтсе, оның тек қолы сынған екен, ауырмау үшін ұйықтататын дәрі беріпті. Антониді жақтырмайтын Павлицкий неге бердіңіз деп өзінше ашуланып, өзінің дәрігерлік білімін көрсеткісі келгендей болады. Антони оның жағдайы ауыр емес, қызға қарауын өтінеді. Не болғанын сұрап, бас сүйек сынып, миға кіріп кетіпті. Павлицкий оны қарап шығып, қызда ешқандай қимыл болмай жатады. Тексере келе медицина көмек бере алмайды деп, оған тек жүрегін қалыпта сақтау үшін укол салып, ол жақында өледі, оны мықты деген хирург та құтқара алмайды деп ештеңе істей алмайтынын білдіреді. Ал Антони қызды құтқаруға болатынын біліп, тек медициналық құрал саймандардың көмегімен ғана дәрігердің құтыны көлікке қойғанын байқап, ол жоқта саймандарды ұрлап алады. Лешекті алып кеткенде есін жия бастаған жігіт Марисяны сұраған баласына ол өліп қалды деп беті былқ етпей айта салады. Бала уайымдап қайта талып қалады. Антони өзі ота жасауға кіріседі. Құралдарды қайнатып, қыздың шашын тақырлап алып тастайды. Қолдарын сабындап жуып, жақсылап спиртпен шаяды. Көздерінде уайымның нышаны байқалады. Сонымен отасын жасап, басын орап, көрпемен жауып қояды. Оянбағаннан уайымдаған Антони өзін қоярға жер таппай, ары-бері жүріп, кейін қыз көзін ашқанда мені таныдың ба десе, ол бірден жігітті сұрап, Антони ол қолын ғана сындырып алды. Ата-анасы оны шетелге емделуге жібергенін айтып береді. Жазылып кетсе болды деп ары қарай ұйқыға кетеді. Қыздың тірі және есінен адаспағанын көрген Антони, мен істей алдым, оны құтқардым деп көз жасы ағады. Оңала бастаған қызға сорпасын береді. Лешек келеді деп оны күтіп үміттенеді. Бірақ жігіт келмейді. Себебі анасы өлді деп айтқан соң тірі емес деп ойлап жүреді. Антонийдің құралдарды алғанын түсінген дәрігер полицейді ертіп кеп, Антони алғандығын мойындайды. Адам өмірін құтқарғанына қарамай, оны ұрлық үшін ұстап әкетеді. Сөйтіп Антонийді 3 жылға қамайды. Марисяға соны жеткізіп, апелляцияға беруді ұсыныпты. Күндер өтіп, Антониге бару үшін тамақтарын жинап, себетке салып жатады. Сонямен араларында сөз шығып қап, сен біздің мойнымызда 3 жыл отырмақшысың ба? Қалай күн көресің деп ішіндегісін айта салады. Апелляциядан кейін шығарып қалар деп ойлаған Марисия жаман боп көздеріне жас келіп, шыдамай сыртқа бет алады. Жетім болған ол не істерін білмей көшені аралап, кейін анасының мазарына кеп, іші өртеніп, сол жерде көз жасына ерік береді. Ал Лешек болса, Марисия өлді деп ойлап, олсыз өмір сүре алмайтын ол ата-анасына хат жазып, үй қызметшісіне ауладағы бар гүлді қидырып, мазарына баруды ойлайды. Сонда қызметшіден оның мазарын білесің ба десе, ол тірі ғой, оны емші Антони құтқарып қалды деп жауап береді. Соны естіген Лешек бірден Антонийдің үйіне қарай бет алмақ боп, жолда ата-анасын көрген ол, өтірік айтып келгені үшін сіздерді кешірмеймін деп кетеді. Қызметші ата-анасына хатты беріп, Лешек Марисиясыз өмір сүргісі келмейтінін, өмірінің мәні кеткенін айтып, өзіне қол салуды ойлап, мені оның қасына жерлеңдер деп жазған екен. Ал Марисия үйге сыйдырмайтынын түсініп, жолға шықпақ болады. Лешек болса, тезірек бол деп атты шаптырып, әйтеуір қыз кетпей жатып үлгереді. Үйге кіріп келген Лешекті көріп, енді келмейді деп ойлаған қыздың көздері жайнап, екеуі қауышады.
Енді айырылмаймыз деп қуанып отқанда жігіттің ата-анасы да жетіп, жалғыз ұлынан айырылып қалудан қорыққан олар қателіктерін түсініп, болашақ жарыңды таныстыр дейді. Яғни Марисяны қабыл алғанын түсінеміз. Содан Марисия мен Лешек Антониді көруге кеп, қыз бірден құлпырып, сұлу әйелге айналып шығады. Антониге алғыстарын айтып, жақында іс қайта қаралатынын, Варшавадан профессорды шақыртып, сіз дұрыс емдегеніңізді дәлелдейді деп хабар жеткізеді. Осылай іс қайта қаралып, Павлицкийден сұрақ жауап алып, Антонидің емінен кейін сізді шақыртқандар болды ма десе жоқ дейді. Яғни оның емінің дұрыстығын түсінеді. Кейін Варшавадан шақыртқан профессорды кіргізеді. Ол кезінде Антонидің орынбасары болған дәрігер екен. Оның емдеген адамдарын тексеру нәтижесімен бөлісіп, емнің ең жоғары профессионалды деңгейде жасалғанын айтады. Кейін Антониге қарап, түрі таныс сияқты көрінеді, бірақ күмәнданғандай болады. Сосын Антонидің емнің дұрыс екендігін дәлелдеу үшін Марисяны шақырады. Атыңызды айтыңыз дегенде қыз Мария Иоланта Вильчур дегенде Антони Вильчур дегенде естіп, Вильчур деп өзінің есі оралады. Вильчур? Сол кезде орынбасары Рафул екенін түсініп, бұл профессор Рафул Вильчур деп айтады. Марисия да әкесі екенін түсініп, екеуі бір-біріне қарап, Рафул қызым менің деп көздері мөлдірейді. Қызды кездестіргеннен оның бауыры қызға жақын тартқаны бекерден бекер еместігін түсінеміз. Кейін үшеуі аналарының мазарына кеп, қызына бізден бақыттырақ болғандарыңды қалаймын деп гүл шоғын қойып, фильм аяқталады. Осылай беделді хирург бір сәтте мансабынан, отбасынан айырылып, есін жоғалтқан қаңғыбасқа айналады. Өзінің кім екенін білмесе де, дәрігерлік білім есінде сақталып, сол арқылы адамдарды емдеп, атақты емші атанады. Адам өмірін құтқарам деп ұрлыққа барып, сотталып, ақыр соңында өзінің қызын құтқарған боп, есі орал, бәрі қалыпқа түседі. Бұл фильмде қандай жағдай болмасын, адамгершілік пен сабырлықтың, байсалдылықтың, адам өмірінен артық құндылықтың жоқтығын көрдік. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.